Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге суретіңіздің артқы фонын қалай алып тастау керектігі жөнінде бөлісемін. Ол үшін Play Market'тен Remove деген программаны жүктеп алыңыз. Осындай терезе ашылады. Ең біріншісін таңдаймыз. Галереядан суретіңізді, кез келген суретіңізді таңдап аласыз. Мен мына қыздың суретін таңдадым. Осылай қиып аламын. Алғаннан кейін программа автоматты түрде жан-жағын осылай қиып алады. Енді мен осы қыздың жан-жағындағы артық жерлерін кетіргішпен кетіріп шығамын. Астың жанында стирать деген бар. Соны басып кетіреміз. Осылай қолдарының, шаштарының жан-жақтарын қиып шығамыз. Кетіргішті жіңішкелетіп аламыз. Осындай қуыстарға келгенде осылай етіп кесіп аламыз, қиып артық жерлерін. Осылай шықты, готовыны басамыз. Сохранить етілді. Енді осы программаның ішінде әртүрлі фондар бар. Осылай қойсаңыз болады. Неше түрлі фондар бар ішінде. Әр елдің картинкілері бар. Оның ішінде мына қыздың өзінің фонында өзгерсеңіз болады. Осылай қойсаңыз болады. Мен мына нені қазір картинкілерді таңдағым келіп отырған жоқ. Однотонный свет таңдағым келіп тұр. Ол үшін сол жақтағы бояудың суретіне барамын. Мінекей бір светті таңдаймын. Жасыл свет таңдалды. Осылай қоямыз. Енді оған наклейкілерді, әртүрлі наклейкілер көп. Соның біреуін или екеуін таңдап алсаңыз болады. Әр жеріне қоясыз. Өзіңіздің фантазияңызға қарай әрлей бересіз, сәндеп. Мәтінде жазсаңыз болады. Кез келген бір суреттің мазмұнына қарай мәтін жазсаңыз болады. Мысалы, мен двойка 13.000 теңге деп жаздым. Осы мәтіннің түстерінде, шрифтілерінде өзгертуге болады. Мінекей. Одан кейін жоғары жақтағы течкіні басамыз. Басқаннан кейін галереяңызда сақталады. Галереяңызда осылай сақталды. Каналыма тіркеліңіздер.